Бәріңізге сәлем. Өткен жолғы бірінші видеодан кейін келген сұрақтар бойынша бірінші жауап беріп өтейін. Қай жылы ұбт тапсырдыңыз, қанша балл жинадыңыз деген екенсіздер. Себебі бірінші видеода мен өзім ойымдағы қалған балымды жинай алған жоқпын ұбт-да деген болатынмын. Сол бойынша жауап беріп өтейін. Мен сонау деп айтайын, 2013 жылы ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырдым. Ол кезде қазіргідей техника дамымаған, компьютермен тапсырмайтынбыз. Бланкі беретін қағаз, соны бояйтынбыз. Осы жерде мен біраз балымды жоғалттым десем болады. Себебі мен андай барлығын ойланып ақырын жасайтын адаммын. Соңғы 10 минут қалған кезде маған 2 пәнді бояп үлгеру керек болды. Уақыт тапшы, тездетіңдер деп асықтырған сайын, уақыт аяқтағаннан кейін қабылдамаймыз деген сайын қобалжып бояған кезде жаңағы дөңгелектің сыртына шығып кетті. Ал ол арнайы немен оқытылатын программамен, сол сыртқа бояу шығып кетсе, қасындағы екінші дөңгелекке тиіп кетсе, ол уже қате болып есептелінеді. Солай бірнеше балымды жоғалтып алдым, өкінішке орай. Және де ұбт-дан шыққан кезде қолым осылай қалтырап, дірілдеп тұрды. Анау айтады, тоңып кеттім ба деп. Тоңған емес, ол сондай стресс болды мен үшін. Және мен үшін ғана емес, сол жылдары ұбт өте үлкен стресс болатын көп адамдарға. Және де қазір сіздер бақыттысыздар деп айтуға болады, себебі қазір біраз ұбт саласында әділдік орнады. Мен тапсырған кезде енді қағаз форматында тапсыратын болғаннан кейін көп өкінішке орай әділетсіздіктер жүзеге асатын, шпаргалкамен кіру, камера болмағаннан кейін, бақылаусыз болғаннан кейін өте көп алаяқтықтар жасалатын, өкінішке орай. Мен өзім Солтүстік Қазақстан облысының Айыртау деген ауданының Лабаново деген ауылында бітірдім 11 сыныпты, және қазақ сыныбынан тек мен жалғыз өзім ғана ұбт тапсырдым. Сол кезде ауданға барып тапсыратынбыз, және енді мен өзімнің мүмкін сол кезеңдегі бір қалай айтсам болады, сол заманға сай бола алмағанымның әсері шығар. Мен шпаргалка алып кіру деген нәрседен бұрын, даже мен ауылдан ауданға барып тапсырып тұрмын ғой, қалтамна жаңағы түскі тамақ алып іш, енді неден шыққаннан кейін, тесттен шыққаннан кейін деп салып берген ақшадан қорқып жүрмін, ақша шытырлағанда шпаргалка деп ойлайды деп. Сөйтіп, сондай мен үшін үлкен қорқыныш, стресс болды. Кірген кезде, енді қазір оқушылар айтып жатады ғой, білген нәрселерімді ұмытып қалдым деп. Ондай енді білген нәрсемді ұмытатындай стресс болған жоқ, себебі сұрақты оқығаннан кейін басында қобалжуымды сұрақтарды оқу арқылы бастым. Себебі мен сұрақтарды оқыған кезде мынаны білем ғой, енді осыларды жасап, жаңа балымды жинаймын деген сияқты. Бірақ соңында жаңа бояған кезде үлгермегенім себепкер болды біраз ұпай жоғалтуға. Және екіншіден, біздің заманымызда 5 пән тапсыратынбыз сіздер сияқты, бірақ математикалық сауаттылық емес, қазіргі ғылыми математика, таңдау пәніндегі математика тапсыратынбыз. Қазақстан тарихы, орыс тілін тапсыратынбыз, қазақ тілі және таңдау пәні біреу, әдебиет пәндағы. Сондықтан осы 5 пәнді тапсырдым. Сол жерде математиканы мен жақсы көретінмін. Керісінше, математикадан пробныйлар бойы 20-дан төмен түсіп көрмеген едім. Осы нағыз ұбт-да мен жаңағы логарифм, сондай күрделі есептер берілетін, біз енді таза ғылыми математика болғаннан кейін 11-12 амалдық есептердің барлығын дұрыс шығарғанмын да, бояған кезде жаңағы жауабын белгілеу керек болса, мен бұны белгілеп қойған. Себебі мысалы -15 деген жауап тұрса, мен +15 жауабын белгілеп қойғам да. Өйткені жаңа асықтырған кезде қатты сасқалақтап, шатасып, солай бояудан көп қате кетірдім. Апелляцияға берген болатынмын. Сөйтіп апелляцияға кіргенде ана жерде отырған маман, енді ол кезде кітапшаға орындаймыз, жауаптың бәрін, жаңа шығарған есебіңнің, амалының бәрі сонда тұр. Ана кісі мынанша есеп 11 амалды шығарып, қалай бояғанда қателестің деп не істеді. Енді менің амалым жоқ, сен бояғанда өзің қате вариантты белгілеп қойдың, бірақ көп тұрмын дұрыс жасағаныңды, есепті дұрыс шығарғаныңды. Бірақ бізде енді заң сондай, өзің белгіледің деген сияқты жаңа бал берген жоқ. Хотя кітапшамда есепті дұрыс шығарып тұрмын, бірақ енді белгілеген кезде өз қателігім болды. Солай мен бірінші жинаған балым бойынша жалпы 97 балл жинадым, 140 балл болатын.
ой 125 балл болатын, қазіргідей 140 емес 125 балл болатын. Содан 97 балл жинадым, бірақ грантқа түсе алмадым. Негізі грантқа түсуге болатын еді, бұл жерде тағы да үлкен қателік жасадым. Ол қателік туралы келесі видеода айтатын боламын. Қалай ойлайсыздар, неліктен грантқа түспей қалдым бұл балмен? Келесі видеода неліктен грантқа түсе алмай қалдым, сол туралы айтатын боламын. Тағы да сұрақтарыңыз болып жатса, осы видеоның астына қалдыра кетіңіздер.